мұсылман адам өзі өрнек қой. Мұсылман адам адамдарға өрнек. Мұсылман адам өзінің жүріс-тұрысымен де өрнек болып кетеді. Мысалға сіздің отырып әдеппен отырғаныңыз, әдемі таза киінгеніңіз, жүзіңіздің нұрланып тұрғаны, тап-таза жүргеніңіз, ішкен жегеніңіздің қоқысын барып дұрыс жерге барып тастағаныңыз, отырған жеріңіздің айналаңызды тазалап кетуіңіз. Өзі пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, мұсылман адам бір жерде отырса дейді, өзінің артын тазалап кетіп отырады дейді. Мұсылманның сипаты бұл. Қазіргі таңда ұмытылып қалған сипат. Сол мұсылмандардың қатарында болам десек, біз таза жүруіміз керек. Таза жүрудің тағы да бір көрінісі, адам аузынан шыққан иіске де қарау керек. Аяқтан шыққан иіске, қолтықтан шыққан иіске де қарау керек. Пайғамбар алейхиссалату вассалам бір хадисінде айтады, сарымсақ жеп келген адам мешіттерімізге жоламасын дейді. Неге? Өйткені мына аузынан шыққан сарымсақ жеген адам мешітке бармасын деген сөз емес бұл. Сарымсақ жемей барсын деген сөз. Немесе сарымсақ жеген күннің өзінде аузын жақсылап, иіспен тазалап барсын деген сөз. Неге? Өйткені қасыңда, оңыңда, солыңда, алдыңда, артыңда жамағат тұр. Олар сенің аузыңнан жаман шыққан иіске зияны бармау керек. Олар рахатсыздықты сезінбеу керек. Неловкость болмау керек оларда. Қиналып тұрмау керек. Тура сол сияқты қияспен, салыстырмалы түрде ауыздан шыққан иіспен, аяқтан шыққан шуашы иіске де біз байлаймыз сол әңгімені. Сенің аяғыңнан шыққан шуасы иіспен адамдар қиналып тұрмау керек. Аяғыңды тазалап жу, одан кейін аяғыңа таза нәски ки. Егер аяқ киімің лас болатын болса, онда тазала деген сөзді.